Қытай Халық Республикасы Азия құрлығындағы ең үлкен алып ел. Тарихыда ең көне 5000 жылдан асады. Адам саны жағынан да бірінші. Бүгінде Қытай үкіметі өзінің орнықты әрі айқын сыртқы саясатының негізінде әлемдегі 171 мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. Қазақстанмен арадағы достастық 22 жылға аяқ басты. Халық санының көптігі жағынан көш бастап тұрған мемлекеттің қазақ жеріне, әсіресе президент Нұрсұлтан Назарбаевқа деген қызығушылығы жоғары. Өйткені кеңес одағы ыдыраған соң, Қазақстан аяғына тұра алмайды дегендердің сөзі құпталмай, бүгінде қазақ елі экономикалық ахуалы тұрақты, бәсекелестікке қабілетті 50 ел қатарына енді. Енді Қытайдың қарапайым азаматтары да Нұрсұлтан Назарбаев туралы ақпаратты емін еркін ала алады. Былтырғы жылдың қазан айынан бастап аталған елдің дүкендерінде «Первый» атты кітап сатылымға түсті. Тарихи публицистикалық баяндау, очерк жанрында жазылған еңбекте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметі туралы баяндалады. Мемлекет басшысының елімізді басқаруда атқарған ұлан-ғайыр істері мен оның саясаткер, адам және азамат ретіндегі қырлары ашып көрсетілген. Авторы саясат ғылымдарының докторы Махмұт Қасымбеков арнайы Бейжіңге барып, кітабының тұсаукесер рәсіміне қатысты. Ежелгі ұлы көршіміз Қытай елінде кітабының жарық көргені үшін осы істің басы қасында болып, қолғабысын тигізген Қытайдың шет елдермен достық қоғамына және Қытай ұлттар басылымына зор алғысымды білдіргім келеді. Сондай-ақ әлгінде шығып сөйлеп, кітаптың мән-маңызын түсіндіруге атсалысқан азаматтарға да үлкен, көп рахмет айтқым келеді. Менің атыма айтылған жылы сөздер үшін де айрықша рахметімді, ризашылығымды білдіргім келеді сіздерге. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы бұл кітап алғашында қазақ тілінде басылып шыққан болатын. Одан кейін орыс тілінде 2 рет жарық көрді. Осыдан 1-2 жыл бұрын түрік тілінде Стамбулда басылып шығып, сол Стамбулда да тұсаукесер рәсімі өткен болатын. Қытай халқының шет мемлекеттермен достастық қоғамның ғимаратында өткен салтанатты рәсімге Қытай Компартиясы, Сыртқы істер министрлігі, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым өкілдері, қазақ диаспорасы мен Қытайдың іскерлері қатысты. Маңызды шараны достас елдер Ресей, Украина, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және Молдова елшілері айналып өтпеді. Олар кітаптың Қытай тілінде жарық көруі екі ел арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі нығаюына үлкен әсерін тигізеді деп ойларын түйді. Мұрағаттық құжаттар негізінде нақты деректерге сүйене отырып жазылған еңбек алдымен елін сүйген, елі сүйген елбасы атауымен 2005 жылы жарық көрген еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың адам, азамат, ұлт көшбасшысы ретіндегі көп қырлы тұлғасы баяндалған кітап өзге тілді оқырманды да қызықтырып, орыс, түрік тілдеріне аударылды. Енді Қытайдағы Қазақстан елшілігінің, Қытай халқының шет мемлекеттермен достастық қоғамының және аталған елдің ұлттық баспасының қолдауымен Қытай тілінде жарық көрді. Қасымбеков先生在总统身边工作的时间差不多25年。 Қазақстан Республикасы президенттік кеңсесінің бастығы бола тұра, Махмұт Қасымбеков көп жылдардан бері президенттік институт пен Қазақстанның жаңа тарихын зерттеп келеді. Бұл тұрғыда көп томды сериялық басылымдар, публицистикалық жинақтар мен
көптеген мақалалар басып шығарған. Президент туралы еңбектерді де тынымсыз жазады. Сондықтан қарыштап дамып келе жатқан қазақ елінің басшысы туралы жаңа кітап 21-ші жүзжылдықтағы Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық және тұрақты тату көршіліктің дамуына оң ықпал ететін қадамдардың бірі деп танылды.